Алмаса да қолдау көрсетіп. Алмаса да қолдау көрсетеміз. Басқа мектептерге қандай кеңес бере аласыз? Қайырлы күн. Мен Бағдат Мұхтарқызы. Бүгін Ақтөбе қаласы номері 61 жалпы білім беретін орта мектебінің директоры Отарбаева Майра Мұхидоллаевна мен сұхбат жүргізетін боламын. Қош келдіңіз, Майра Мұхидоллаевна. Бүгінгі сұхбатымыз біздің олимпиада жеңімпаздары туралы болмақ. Осы мектеп оқушыларын олимпиадаға қатысуға қалай ынталандырасыз? Олимпиада біздің мектеп ашылғалы, Олимпиада негізгі мектептің білім сапасы мен олимпиада жетістігі, ол кәдімгі жалпы білім беру ұйымы болсын, гимназия болсын, нағыз мектептің өзінің басты мақсаты болу керек. Ал олимпиадаға ынталандыру үшін балаға бірінші мұғалім сол олимпиадаға жетелеу керек. Баланы мотивация беріп дайындау керек. Ол үшін мектепте жүйелі жұмыспен арнайы бағдарлама болу керек. Біздің мектепте арнайы бағдарлама бар. Екіншіден, оларға дарынды балаларға арналған бізде банкі бар. Яғни барлық олимпиадаға қатысатын балалардың жаңағы сауалнама арқылы алынып, солардың тізімі белгіленген. Енді соңғы осы 2-3 жылдықта 5-ші, 6-шы класс пен 7-ші, 8-ші кластың олимпиадалары да республикалық, қалалық, облыстық деңгейде өтіп жатқандықтан біз сол қалалық деңгейдегі, облыстық деңгейдегі 5 пен 6, 7 мен 8-ші кластың олимпиадаларын жетістікке жеткен балаларды әрі қарай қатыстырамыз. Әрине, ол орын алған бала әрі қарай ынталанады. Жақсы. Олимпиадаға осы қатысушылар үшін оқу процесі қалай жүреді? Олимпиадаға қатысу оқу процесінің ешқандай кедергісі жоқ. Оның жаңа айттым ғой, арнайы бағдарламасы бар. Олимпиадаға қатысатын мұғалімдермен арнайы мектепте дарынмен айналысатын қосымша білім беру педагог жұмыс жасайды. Олардың олимпиадаға дайындау жұмыс графигі бар, және оның өз уақытылы өткізіп тұрады. Және осы оқушылар енді олимпиадаға қатысудың жауапкершілігін арқалаған соң, оларда орынды алып келемін бе, жоқ па деген сияқты стресстер болады. Осы оқушылардың стрессін қалай басасыздар? Оқушылардың стресс, әзірге енді ондай стресс бола қойған жоқ, бірақ оқушылар уайымдайды, себебі қаладан 1-ші орын алып қалған бала облысқа барғанда 3-ші орын алып қалады. Қаладан 3-ші орын алып қалған бала облысқа барғанда 1-ші орын алып қалады. Ол балалардың келген тапсырмасына байланысты болған ситуациялық жаңағы тапсырмалар әр жылда әртүрлі болады. Бір жылдары жеңіл болады, бір жылдары ауыр болады. Бірақ оған қарамастан сол олимпиадаға қатысатын балаларды біздер арнайы жинап алып, психологпен жұмыс жасатып, және пән мұғалімі жұмыс жасатып, ол қатысқан бала біздер үшін орын алмаса да, алса да жұлдыз болып есептеледі. Біз балаға сондай өзіне, сен әрқашанда мықтысың, сен біз үшін жұлдызсың, орын алмаса да деп сондай мақсатта біздер жақсы психологиялық көмек көрсетеміз. Алмаса да қолдау көрсетіп. Түсінікті. Осы бағдарлама барлығы туралы сұралып жатыр. Жалпы мектеп қанша жыл орын алып келе жатыр олимпиададан? Мектеп 2016-17 жылы оқу жылы ашылды. 18-19 оқу жылынан бастап біздің мектеп стабильный дейміз ғой, жүйелі түрде орын алып келе жатыр. Орын алмай қалған болса, номинация алады. Бірақ қаладан да, облыстан да командалық деңгейде орын алып, қалалық білім бөліміне, қала жетістігіне, мектеп жетістігіне үлкен үлес қосып келеді. Дәл осындай деңгейге жетуге басқа мектептерге қандай кеңес бере аласыз? Тек қана жүйелі жұмыстың арқасы былтырғы көптеген оқушылар, мысалы, кейбір класстар болады, мектепшілік үкіні жеңіп алған класстар. Сол класстар 6-7 бала кей жылдар 11-ші класс бітіріп кетіп қалады. Сондай уақытта мұғалімдер қиналып қалады, олимпиадаға өзіміздің базымызда бала азайып қалды деп. Баланы табу, оны іздеу, онымен жұмыс жасау үшін үлкен шеберлік. Мысалы, мектебімізде республикалық олимпиадаға шығарған мұғалім бар, Жанна, тарих пәнінің мұғалімі. Сол кісі, мысалы, арнайы семинарлар беріп, баланы қалай табамыз, баланы қалай таңдаймыз, соның барлығын өзінің жаңағы методикасымен, несімен бір-біріне семинар жасап үйретіп отырады. Сондықтан ол жағынан қиындық болмайды деп ойлаймын. Енді барлығы пән бойынша шығады олимпиадалар.
Енді осы оқытылып жатқан процеске сіз өзіңіз бір пән қосқыңыз келе ме? Қоссаңыз қандай пән қосқыңыз келеді? Әрине қосқым келеді. Мысалы, біз бір жылдары 20-21 жылы ма біздер Жұбанов атындағы университеттің мұғалімдерімен ақысыз түрде түстен кейін бос уақытқа келіп, олар бізге ешқандай не төлемесек та, олар келіп көмек ретінде сабақ беріп көмектесті олар. Мен егер бізге сағат қосылатын болса, мен олимпиадаға дайындыққа 1 сағат қосар едім. Себебі балаларға сабақ процесінен де басқа тереңдетіп оқу керек. Бағдарламаның алдын ала келесі кластың тапсырмалары келіп қалуы мүмкін. Және ол әртүрлі сайттармен жұмыс жасағасын міндетті түрде мен қосып, балаға қосымша жұмыс ауырлық етпейді. Қазіргі заманда ол керісінше ол жақсы болатын сияқты. Осы олимпиада қатысушылары үшін қандай шеберлік маңызды? Шығармашылық па, әлде табандылық маңызды ма? Бірінші сабырлық, екінші табандылық, үшінші табандылық деген сөз еңбек. Мысалы, каникулда да бала демалмау керек. Жазғы каникул болсын, күзгі каникул болсын, мектептің жаңағы нұсқауымен өздерінің әрдайым дайындықта болса, пән мұғалімімен байланыста болса, дайындықта болса, ол бала нәтижеге жетеді. Қалай болғанда да жетеді. Себебі білімі бар бала еш уақытта далада қалмайды, себебі орын алады. Қазір барлық жерде әділдік, таза білімі бар бала облыстан да орын алады, қаладан да орын алады. Соның нәтижесінде осындай жетістікке жетіп отырмыз. Яғни орын алады деп отыр, бұл сәтті дайындық деп айталады. Осының негізгі 3 ережесін айтып өтесіз бе? Сәтті дайындыққа бірінші жүйелілік, әрқашанда бір жұмыста жүйелілік болу керек. Екінші талап болу керек. Сол оқушыға да, мұғалімге де мектеп әкімшілік жағынан талап қоя білу керек. Себебі мектепке кірген әрбір мұғалім өзі шығармашылықпен айналысып, ол магистр болсын, ол зерттеуші болсын, ол сарапшы болсын, модератор болсын, ол категорияға қарамау керек. Берген сабағының сапасы ретінде оның әрі қарай баланың жетістігін көрсету мақсатында олимпиададан орын алса, ол нұр болады. Жақсы, рахмет. Бүгінгі сұхбатымыз өте пайдалы болды деп есептеймін, және де әр өзінің керегін алар адам әрқайсысы өзіне керек бір мәліметті алады деген сенімдемін. Сізге осы берген сұхбатыңызға көп-көп рахмет. Алда сізге табыс тілеймін. Рахмет.